Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен чизкейк сникерс рецептісімен бөліскім келеді. Дәмі ерекше, нәзік, ресторандағыдай болып шығады. Алдымен песочный печеньені оқтаумен ұнтақтап аламыз. Немесе мен сияқты блендерді қолдансаңыздар болады. Үстіне какао қосамыз, араластырамыз. Мен бірден бәрін блендерде ұнтақтап алдым. Үстіне ертілген сары май құямыз, араластырамыз. Міндетті түрде пергамент қағазын қолданамыз, себебі жабысып қалуы мүмкін. Менде форманың диаметрі 23 см. Песочный тестамызды салып, тегістеп, жан-жағына бортики жасаймыз. Тоңазытқышта салмасын жасағанша дейін ұстаймыз. Салмасын жасау үшін сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға қант қосып, қант ерігенше дейін еземіз. Үстіне 33% клейгей құйып, шым-шым тұз салып, тағы араластырамыз. Екі жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксерді қолданбаймыз, себебі миксерді қолдансақ, чизкейк дұрыс шықпауы мүмкін. Жаңағы формамызға салып, 130 градуста 1,5 сағат пеште пісіреміз. Арахис тұзды болған соң, оны баяу отта осылай қуырып аламыз. Карамель жасаймыз. Баяу отта сотейникке қант саламыз. Видеодағыдай қант ери бастаған кезде, яғни қоңыр түс шыққан кезде, ақырын араластырамыз. Міне толығымен қант еріді. Енді үстіне жұмсақ сары май салып, араластырамыз. Міндетті түрде сары май ерігенше дейін араластырып тұрыңыздар. Шым-шым тұз саламыз. Үстіне қайнаған клейгей құйып, бірден араластырамыз. Шамамен 1-2 минуттан соң оттан алып суытамыз. Жаңағы қуырылған арахисті ұсақтап алып, карамельге салып, араластырамыз. Чизкейк толығымен суыды, үстіне карамельді құямыз. Негізі чизкейкті тоңазытқышта 2-3 сағат ұстаған дұрыс. Немесе мен сияқты кешке жасап, таңертең алсаңыздар болады. Суыған түрде чизкейктің дәмі өте ерекше шығады. Ішіндегі сүзбе нәзік, жұмсақ болып шықты. Шынымен де нағыз сникерс сияқты.
Достар, басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.